Ана жүрегі. Самат ес білгелі жетімдер үйінде өсті. Ол анасының қандай екенін елестете де алмайтын. Қанша сұраса да тәрбиешілердің жауабы бір: сен бізге перзентханадан түстің дейтін. Бірақ Самат анасы тірі екеніне, бір күні оны алып кететініне сенетін. Бір күні ол жетімдер үйінің мұрағатынан өзінің анасының аты жөнін тауып алды. Жүрегі атқақтап, сол мекенжайға қарай жүгірді. Үйдің есігін аша сала, қарсы алдынан жүдеу жүзді, самайын ақ шалған әйел шықты. Самат оның көзіне ұзақ қарады. Бұл оның анасы. Бірақ анасы өз баласын бірден тани алмады. «Сіз мені тастағансыз ба?» деп Самат күңірене сұрады. Әйелдің көзінен жас парлап кетті. Ол баяу отырып жерге қарады. «Балам, мен сені ешқашан тастаған жоқпын. Сенің өмірің үшін күрестім. Бірақ ауыр дертке шалдыққан едім. Дәрігерлер баланы бағып қағуға шамасы жетпейді деді. Сені сағынып, күн сайын жылап отырдым. Келуге ұялдым. Сен кешірмес деп қорықтым». Самат анасының қолын қысып қасына отырды. «Анашым, мен сізді күтіп келемін, кешірдім». Ана мен бала құшақтасып, көз жастарына ерік берді. Бірақ Самат бұл кездесу кеш екенін білмейтін. Анасы қатты науқас еді. Бір аптадан кейін ол өмірден өтті. Бірақ ең болмаса соңғы сәттерінде ана жүрегі баласымен қауышып, бір сәтке болса да өз кінәсін жеңілдеткендей болды. Ал Самат анасын кешіргенімен оны құшақтауға тым кеш қалғанына жүрегі қарс айырылды.